болады. Жалпы адалдық дегенде өзім кез келген ортада өзімді адал ұстау және де еліңізге деген адал болу, отбасыңызға деген адал болу деп ойлаймын. Абай атамыз айтқандай, ақылды және де жүректі бірдей тыңдауымыз керек, және де шешім қабылдар кезде де біз өзімізді екі нәрсені, жүректі және де ақылымызды тыңдап, кез келген шешімді дұрыс қабылдай аламыз деген ойдамын. Адал еңбегімен жұмыс жасап, кез келген арман мақсаттарға қол жеткізуге болады, және де өзінің алға қойған көптеген белестерін бағындыруға болады. Мен алға қойған мақсаттарымды және де жоспарларымды достарыммен үнемі бөлісіп отырамын, және де олар мені қолдап және де демеуші жүремін. Қазақта абырой адамгершіліктің тазалығы деген сөз бар, сондықтан да парасаттылық адамгершілікке теңеседі. Маған мотивациялық кітаптарды оқуға ұнайды, және де одан көптеген материалдарды өзіме керекті мотивацияны алады, және де өзімнің